Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып математика сабағы. 30-ші сабақ. Мен сабағын көрден алдын каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар балалар. Сен заттардың көлемін салыстыруды жалғастырасың. Бүгінгі тақырып көлем, сыйымдылық, көлемнің өлшем бірліктері. Ыдыстарды көлеміне қарай салыстыр. Не байқадың дейді. Бұл жерде 3 литрлік мынау көлем, мынау 2 литрлік екен, мынаусы 1 литрлік, мынау 1 литрлік екен. Олар байқасаңыздар. Сонда азайып баратыр. 3 литр, 2 литр, 1 литр және 1 литр бол. Суреттегі ыдыстарға қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Бидоннан әр ыдысқа неше литр су құюға болады дейді. Бидонда сүт қала ма? Егер қалса неше литр сүт қалады? Сурет бойынша өзіңе сұрақтар қой дейді. Бірінші бидонға 10 литрден аламызды. Мысалы, бірінші бидонға -3, одан кейін 3 литр, одан кейін тағы 2 литр құямыз, одан кейін 1 литр. Осын барлығын қосамыз балар. Қосып шығамыз 3, 3ке 3 қоса 6, 9 болады. 9 болады жалпы литр. Сонда бидонда 1 литр қалады екен. Оннан 9 алып тастаймыз. 1 литр қалады екен балар. Осылай жазып қоясыздар. Бұл литрмен өлшеу сыйымдылықты де. Келесі жаттығуымыз, есебіміз, үшінші есеп, бірінші шелекке 3 бидон су, ал екінші шелекке 6 банка су құюға болады. Қай шелектің сыйымдылығы артық? Осы сұраққа жауап беруге бола ма дейді. Бірінші шелекке 3 бидон су құямыз, ал екінші шелекке 6 бидон су құйылады. Қай шелектің сыйымдылығы артық дейді. Әрине 6. Екінші шелектің, екінші шелектікі артық, өйткені 6 банка су сиып кетті. 3 бидон, 3 жоқ, 6 банка емес, 3 бидон су. Өйткені 1 бидон суының ішінде көп болады, банка сиып кетеді. 6, 7, 8, 10 банкада сиып кетуі мүмкін. Сондықтан 3 бидон су болады екен. Келесі есебіміз 4-ші есеп салыстырамыз. 27 литр үлкен бе әлде 45 литр? Әрине 45 литр. Екіншісінде бұл үлкен 300 литр алу 36 литр. Осы үлкен болады. Ал келесінде 18 литр тең болады. 72 литр қосу 28 литріміз үлкен болады. 65 литр, 77 литр, 65 литр үлкен мәнді көрсетеді екен. Келесі есеп 5-ші есеп 34 литр мен 18 литрдің қосындысының мәні, олардың айырмасының мәнінен неше литр артық дейді. 34-ке 18 қосып аламыз, 52 болады. Осын 34-тің 18-ін алып тастасақ 16 болады. 52-ден 16-ны алсақ 36 болады. Сонда бұның үлкен мәні қосқан кезде мәні үлкен болады екен. Қосындысының мәні айырмасынан үлкен болады екен. Келесі есеп 6-ші есеп кесте бойынша теңдеулер құр дейді. Азайғыш және айырманың мәні дейді. Бұл жерде теңдеу түрінде жазамыз. Біріншісін мынау y тең азайту 24 деп аламыз. 63 тең y табу үшін 63-ті 24-ке қосамыз. Y тең 87 болады. 87-ті 24-ті алсақ 63 болады екен. Сонда теңдеуіміз дұрыс шығады. Келесі теңдеуімізде дәл солай. 45 азайту s тең 20, s тең 45-тен 20-ны аламыз. S тең 25 болады. 45-тен 25 алсақ 20 қалады екен. Үшіншісінде дәл сондай айырманың мәндерін азайғышты x деп a деп аламыз, белгісіз. Одан кейін айырманың мәнін азайтамыз. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Бірінші жолға теңдіктер мен теңсіздіктерді ал, екінші жолға санды және әріпті өрнектерді жаз дейді. Бірінші санды әріп теңсіздіктер мынау үлкен кіші осылар жатады, ал әріпті және санды мәндерге мыналар жатады балалар. Жазып қойдым рет-ретімен жазып аласыздар. Келесі 8-ші есеп. Есепті шығар дастан бөшкеден 19 литр алып, оны астауға құйғанда бөшкеде 24 литр су қалды. Бөшкеде неше литр су болды? Болды 19 литр су, қалды 24 литр су. Қалғаны бөшкеде. 24-тен 19 аламыз, 5 литр. 24 литр су қалды дейді. Бөшкеден 19 литр су алып, оны астауға құйғанда дейді. Қосады екенбіз балалар. 24-ке 19 қоссақ, 4-ке 5-ті қоссақ 5 болады. 14-тен 9 қоссақ 5, 2, 1, 5 болады екен.
азайтамыз. 5 болады екен. Дұрыс екен. 5 литр қалған екен. Келесі есебіміз салыстыр дейді. 48 үлкені 84 үлкен болады. Мына жерде 92, екіншісінде тең болады, бұл да тең болады. Үшіншісі, төртіншісі тең болады екен екі жақта. 10-шы есеп сыйымдылықтары 10 литр және 3 литр болатын екі ыдысқа берілген. Осы ыдыстарды пайдаланып 8 литр суды қалай құйып алуға болады дейді. 8 литр суды 10 литрден 10 литр және 3 литр болатын екі ыдыс берілген дейді. 8 литр суды қалай құйып алуға болады дейді. Мынадан 2 литр, мынадан 2 литр, мынадан 2 литр аламыз. 2 болады. Мұнда 1 литр алсақ 1 литр болады. 8 литр болады сонда. 8 литр су құйып алуға болады екен.